Рахмет Арзайым, бағдарламамыз болса давам етеді. Адамлар арасында Қырым-Конго геморрагиялық ысытпа кеселігінің тарқалуының алдын алу бағдарында әр жылы бәһәр келуден тұрақты түрде үгіт-насихат жүргізу істеріне айрықша ітібар қаратылады. Әсіресе шаруашылық менен айланысатығын бұқаралар арасында түсінік жұмысларын жүргізу мақсатке муафық. Бұл хақында пікірімізді Бируни районының салында давам еттіреміз. Теориядан көре көбірек әмелият нәтижелі ұсыл. Солықтан көргізбелі арнаулы оқу тактикалық шынығулары районда жиі өткеріліп тұрылады. Даслеп тиесілі қанегелер тарапынан Қырым-Конго геморрагиялық ысытпа кеселігінің келіп шығу себеплері қатынасушыларға түсіндірілді. Оның диагностикасы, клиникасы, профилактикасы һәм әлбетте емлі ұсыларына айрықша тоқтап өтілді. Тәдбірді алып барыштағы мақсадымыз ақалы арасында Қырым-Конго геморрагиялық ысытма кеселігінің кеселләніш halatının olduğunu alış boyunca hem de kendiden zararlanış halatlarını kemaytirish maqsadında hem de şu kesellengen bemorda öz vaqtida tashxis qo'yish hem de kasalxonaga yotqizib uni davolab sog'aytirish ishlarini olib borish uchun lekin shu o'quv taktik mashg'ulotlari olib boriladi. Rayonдағы 12-ші салы Шаңырақлық поликлиникасында өткерілген әмеле шынығулар 4 басқышты өз ішіне қамтыды. Бируни tumani Maxtumquli ovul fuqarolar yig'ini hududida Qrim-Kongo gemorragik isitma kasalligi tarqalishini oldini olish maqsadida ko'rgazmali o'quv mashg'uloti o'tkazildi. Qrim-Kongo gemorragik isitma kasalligi bilan kasallangan bemorga birinchi yordam ko'rsatish, shuningdek davolash bo'yicha amaliy tarzda ko'rsatib o'tildi. Bundan tashqari veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish bo'limi xodimlari tomonidan mayda shoxli va yirik shoxli hayvonlarning kanadan tozalash ishlari amalga oshirildi. Жам 60-ға жақын жеке құрам һәм 4 техниканың қатынасуында өткерілген оқу арнаулы тактикалық шынығулар барысында жол қойылған қате кемшіліктерді сапластыру бойынша тапсырмалар берілді. Һәм кеселіктің алдын алу бойынша профилактикалық жұмыстарды көбейту хақында да келісіп алынды.